Акылды бала. Сәлем балалар, ақылды бала каналына қош келдіңдер. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз мысықты дәрігерге апарамыз. Мысықты рентгеннен өткізіп жатырмыз. Қараймыз. Мысықтың бірнеше жағынан сүйектері сынған екен. Бұлай басамыз да мысықтың сүйектерін емдейміз. Қолдарын. Мысық емделді. Ал мысық шығып бара жатыр ауруханадан. Бір қоқыс лақтырыпты, оны жинаймыз да гүлдерді суарамыз. Балалар қоқыс шашуға болмайды, және де гүлдерді суарып тұру керек, өйткені гүл суды қажет етеді. Көзін қысып қоятын мысық бізге. Жарайсың, мысық. Жарайсың, керемет жұмыс. Мысығымыз шаршады, жатқызамыз да, терезені жабамыз, ұйықтаймыз. Мысық не түс көріп жатыр екен? Тышқаны көріп жатыр екен. Мына жерде бізді тышқан қуып жатыр. Негізінде, білесіздер, мысық өмірде тышқанды қуады, керісінше. Біздің түсімізде тышқан үлкен болғаннан кейін біз одан қашып бара жатырмыз, қорқып. Қашып бара жаттық, мынандай жұлдызшаларды оппа деп, оппа. Осылай жинаймыз, оппа жинаймыз, Міне. Секіреміз. Оппа. Жарайсың, мысық. Тезірек қаш. Жұлдызшаларды құлап қалдық. Ештеңе етпейді. Біз 2 алтын ұттық. Мысығымыз ұйықтап жатыр. Оянады. Мысығымыз оянады да ең бірінші жаттығу жасайды, сосын қайда барады? Жуынатын бөлмеге барады. Ваннаны толтырып шомылдырамыз. Жақсылап тұрып сабындаймыз. Мысықты бұлай күнде таңертең жуынамыз, балалар, ұмытпаймыз, жуыну керек екен. Сосын сумен шаямыз. Біздің мысыққа ұнамай жатыр. Әп-әдемі болып шыға келді, сүлгімен былай сүртеміз. Жақсылап тұрып, кептіріп. Ал енді не істеу керек? Қолымызды жуамыз, әрине. Сабынмен дұрыстап көпіртіп тұрып жуамыз. Барлық микробтар кету керек, Жақсылап тұрып сабындаймыз. Күнде қолды тамақтану алдында жуу керек, балалар. Кәне. Ақылды бала қолын жақсылап тұр жуу керек. Біз ақылды баламыз. Әжетханаға отырғысы кеп тұр мекен? Жоқ, қаты отырғысы кеп тұрған сияқты. Таранайық дұрыстап. Мынандай жүндер түсіп жатыр. Оны жинап алу керек міндетті түрде. Так, енді не істейміз? Әрине, біреу звондап қалды, Ұялы телефонмен ваннада сөйлесуге болмайды. Так, асханаға келдік. Ауырып қалдық қой қайттан. Біздің температурамыз жоғары екен. Көңіл-күйі өте төмен мысықтың. Мысықты емдейміз, кәне. Басына маңдайына мынандай суық сүлгі қоямыз да, градусникті қараймыз. Температура өте жоғары екен. Так. Онда суды қойып, кішкене төмендетеміз, дәрі береміз бұлай. Бұлай. Балалар ата-ананың қарауынсыз бет алды дәрі ішуге болмайды, Көзімізге мынандай тамшылар себеміз.
көңіл күйі жоқ, мүлдем көңіл күйі жоқ екен. Андай жараларын мынандай майызбен кетіреміз, былай жағамыз дұрыстап. Бұл арнайы майз бүкіл жараларын қазір кетіреді. Осылай. Ал енді құлағындағы микробтарын кетіру үшін біз не істейміз? Оларды осылай жарамыз. Мынау лазер сияқты, Тамаша. Ал, емдеп шығардық. Көңіл күй жоқ қой. Бір жара қалып қойыпты ғой. Енді көңіл күй дұрысталды. Көңілден шыға келді. Ал аурухана шығып бара жатырмыз, қайтадан қоқыс жатқан сияқты, Ай, адамдар. Ақылды бала ешқашан қоқыс шашпайды. Және де гүлдерді суарып, қарайды гүлдерге. Көзін қысып қояды бізге. Ақылды мысық бұл. Кетіп бара жатырмыз. Мына жерге бізге қайта фотоға түсу керек па? Фотоға түскен сайын біздің бас киіміміз өзгеріп жатыр, Соны таңдаймыз бас киімімізге. Бізге корона ұнады. Андай басып, өзімізге ұпай жинаймыз. Кәне. Ой. Бір нәрсе ұттық. Енді билейміз. Хоп, қолды, аяқты. Қайтадан көңіл күйі төмен түсіп кетті, өйткені құйрығына бір шанышқы кіріп кетіпті. Ол шанышқы емес, ағаш екен, Кәне тазалаймыз. Ой. Құйрық қатты ауырып тұрған сияқты. Осылай көмектесеміз, тазалаймыз, кірден тазалаймыз. Сүртіп бұлай мақтамен. Жақсылап тұрып, сүртеміз, жақсылап тұрып. Негізі қол аяғымызды байқап, жарақаттамай, асықпай жүру керек екен, Енді бұлай бинтпен орап қоямыз. Ауруханадан шықтық, бірақ қайтадан біреу қоқыс тастапты. Осы гүлді ешкім суармайды екен, біздің мысықтан басқа. Мысық жарайсын, гүл суарады, қоқыс жинайды, өзіне де су құйды ма? Жоқ, ол гүлге қойып жатыр негізі. Так. Ал енді ойын талға міну. Оп. Жарайсын мысық. Оңға, солға. Оңға, солға. Жарайсын, жоғары. Солға. Солға, оңға. Осылай. Оң аяқ, сол аяқ, оң қол, сол қол білеміз бе? Кәне айт отырайықшы. Оңға, солға. Жарайсын. Ақылды бала, 7 ұпай жинадық. Қайтадан ауырып қалды мысық. Енді оның тісі ауырып тұр екен. Ол көп қампит жеген шығар, Көп қампит жеуге болмайды, балалар. Өйткені осылай мысық сияқты дәрігерге барып, осылай тісін емдетуге тура келеді. Ай, ақылды мысық. Тісін жумаған екен ғой. Арасын бәрі кір-кірнан бәрін қазір тазалаймыз. Ай. Қазір не істейміз? Мынаумен алып тастаймыз пинцеттермен қоқыстарды. Сүйекте жүр. Енді жақсылап тұрып, тіс щеткасымен тазалаймыз. Тістер қара кетіпті.
өйткені ол күніне 2 рет тазалаған жоқ. Сондықтан сіздер ақылды болыңыздар. Күніне таңертең және кешке 2 реттен тіс тазалаймыз. Кәне, осылай жақсылап тұрып щеткамен көпіртіп тұрып пастамен тазалаймыз. Тамаша. Осылай. Керемет. Енді тап-таза тістері көңілден шыға келді. Ал қайтадан қоқыс жатыр екен. Қоқыс шашпаймыз, ұмытпаңыздар балалар. Ақылды бала қоқыс шашпайды, гүл суарады. Керемет, міне былай су құямыз. Дұрыс. Кеттік. Асханаға келдік. Тамақтану уақыты келді. Шырын ішеміз. Брокколи жейміз. Яғни көкөністер, оның ішінде брокколи өте пайдалы, банан жейміз. Келесі бөлмеге кеттік. Мына бөлмеде сурет саламыз, кәне. Қандай сурет саламыз? Так, сары қарындашты алып, күннің суретін саламыз, Бұлай. Енді мен суретші емеспін, сондықтан ренжімеңдер. Сіздер менен жақсы салат деп ойлаймын. Ең бастысы біздің күніміз көңілді, күліп тұр, шуағын шашып. Осылай былай смайлик қойып қойық. Тамаша. Тамаша. Күшті сурет болды. Келесі тағам дайындаймыз. Қандай тағам дайындаймыз? Етті былай қоямыз, сосын етті тұздаймыз жақсылап тұрып. Осылай. Бұрыштаймыз. Білесіздер, бұрыш ашы, сондықтан ойнауға болмайды омен. Маймен былай майлаймыз, соуспен былай соус жағамыз да, сосын стейк деп аталынады бұл тағам. Оны осылай грильге қойып, отпен жандырып пісіреміз. Өте дәмді ет болып шығады. Қазір тағам дайын болды. Оны тәрелкеге қойып безендіреміз. Кәне, қызанақ қоямыз, сәбіз қоямыз. Жақсылап тұрып көкөністерді себеміз. Әп-әдемі тағам болып шыға келді. Тамаша, тағам дайын. Енді жейміз. Ням-ням. Тәтті. Өте дәмді. Кеттік. Қайда бара жатырмыз? Ой. Көлге келдік. Көлге келдік та. Көлден бұлай өту керек боп тұр. Өтеміз, таяқтарды бұлай алып өтеміз. Таяқтарды қоямыз. Әне жұлдыз шан алу керек. Құлап қалдық. Ештеңе етпейді. Үшіпай ұттық. Кеттік артқа қарай. Машинамен енді айдаймыз көлікті. Кәне кеттік. Тез айдаймыз. Тезірек айдаймыз да, мынандай жұлдызшалар жинаймыз. Қойып қалардадық. Кәне. Тамаша. Осылай жүреміз. Жалпы балалар жол ережелерін сақтау керек. Ақылды бала жасыл түске жүреді, қызыл түс болғанда тоқтайды. Ұмытпаңдар. Ой. Опай жинап жатырмын. Осылай. Келе жатырмыз. Ой.
Ай-яй-яй. 11 ұпай жинадық. Тамаша. Көзімізді қыстықта кеттік. Осымен бүгінгі ақылды мысықтың күні аяқталды. Үйге қайтатын кез келді. Үйге қайтамыз. Ұйықтайтын кез келді. Барлықтарыңызға рахмет. Біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше ақылды бала, сау бол.